Мен анау телевизордан не болып жатыр екен кино. Не болып болды? Жай жамайды, да? Сен вообщесің. Сен замансың. Не болып болды? Замансың и все. Әй, сен маған осы не дейсің, а? Маған не қыл дейсің? Не қылдым мен саған? Құдайға шүкір. Екеуміз 25 жыл өмір сүріп жатырмыз. 2 бала тауып бердім. Енді маған өл дейсің ба? Жоқ, өлме. Ты что? Пожалуйста, өмір сүре бер, мен айтқанда. Жоқ, кешегі сенің анау сөзіңді мен түкке түсінсем бермас. Кеше не деп қойдың? Қонақтағы сөзіңді. Не деп қойдың ба? Білмейсің ба? Жоқ, не дедім мен сонда? Қатындар. Қона шаңырақ иесі біз ғой деп, ой кеп бір бөстің, сонда ялдым вообще. Ой, жеңді, қатын демегенде, апа дейміз бе? Енді шаңырақтың иесі енді, біз екеніміз рас қой енді. Атаның басы? Қой, енді ол өзінің әкенің басы ғой, пожалуйста, оған тиісе бер енді. Жоқ, онда сенің әкенің басы. Қой, мен әкем деген 30 жыл болды өліп қалғанда, сондықтан сен менің өз басыма тиіссеңші, мына өз бастан ми қалса соған тиіс. Ми қалса дейді. Құдай-ай, әй осы сенде ми бар ма, Ми бар ма сенде? Жоқ, әлде анау мақта салып қойған құр қуыс па? Жоқ, не екен, су болып кетті бәрі. Шайқасам бәрі су, минеральный су екен. Кейбіреулер қызығып шықпай. Минеральный судың садағасы кетір, кәтшей тұрын құрсын капыр. Содан не болып қалды? Болып қалды. Сен маған бері қара. Ал қарады. Сен осы қашан қоясың, а? Нені? Жоқ, сен қашан қоясың? Қонаққа барған кезде біздің әйел дімкастеу, ішпейт дегенде қашан қоясың сен, а? Ой, енді ол енді ауыратын рас қой, енді жүрегің қағады, жілігің шағады, жасың да бір талай не. Рахмет айналайын. Сенің жүрегін қақпай ма? Жілігін шақпай ма сенің? Енді үйде бар ғой, аурумын деп осы еңкейіп жүріп сыбырлап сөйлегенде бәле дейсің. Арақтың ағы, көгін, қызылын, жасылын бәрін араластырып алып келгенде бәрін ұмытасың. Құндыздай құлпырасың. Енді ол анда-санда болады енді. Анда-санда. Тапқан екенсің анда-санда. Ана жолы Аңғарбайдың үйінен таңғы сағат 4-те бір бәтеңкіңді подъезге тастап, есіктен етпетінен ене түскенің есіңде ма? Сол ма сенің аздап ішкенің? Ол еркек болғаннан кейін онда болады енді. Онда бәріне де болады осы. Брось. Еркек болғаннан кейін. Әйел байғұстың не бейшараның, мен бейшараның не жазығы бар, а? Не жазығым бар менің? Я здесь при чем? Все, көбейсек, болды. Ұзын сөздің қысқасы, бүгіннен бастап біздің үйде тең права. Так, содан кейін? Вот так вот, тең права. Содан кейін? Жалғыз өзің қонаққа баруды қысқартасың. Ылғи да бірге жүреміз. Так. Қасыңнан қыл елі қалмаймын. Содан кейін? Сосын барып анау қысы жазы таусылмайтын командировкаңды азайтасың. Ішіңе тәпсем үйреніп алғансың жаман. Енді ол енді. Сосын? Анау елдің әйелі бар ғой, Қазақстан түгілі Түркия, Қытайға барады. Ал мен бейшара мына есіктен бір шақ аттай алмаймын. Ешқандай мүмкіншілік жоқ маған. Сен домашний әйелсің ғой. Бүгіннен бастап сен домашний боласың. Да? Да. Пожалуйста. Вот так вот. Сосын бар ғой, бері қара. Так. Сосын барып, ана 2 бала бүгіннен бастап ана 2 бала жалғыз сенің руыңның, әулетіңнің руын атамайды. Мына менің де руымды атайтын. Сенің руың не қатысы бар? Ол баланы мен өзім кешіріп қойыңыз, айналайын. Күлге аунап тапқан баламыз жоқ, Құдайға шүкір. Если на то пошло, менің де фамилиямды атайтын болады олар бүгіннен бастап. Тең права, айттым ғой? Еще жылда бар ғой, біздің үйден соғым алуды қоясың. Енді сендер жақтың еттері тәтті боласың дейді. Шөпке байланысты ғой, шөпке. Тәтті сонда. Ішіңе әбден жаққан екен сенің, а? Сенің анау туған туыстарың саған тышқақ лақта бермейді ғой осы бізге. Біз жақта малдың бәрі бітті ғой, сатып бәрін құртты. Болды, ештеңені білмеймін. Все, бүгіннен бастап тең права. Білдің бе? Сосын анау ауылға барғанда бар ғой маған. Басыңа орамал тарт, ауыз үйде жүр, иіліп сәлем бер деп айтпайсың. Сәлемдер жасамайын, все. Не көп сенің туысың көп. Соның бәріне тоңқая беретін болса, менің белімнен бел қалады ма? Бата береді, тоңқайғанда тоғыз ұстап, еңкейгенде екі ұстап деп бата береді. Ничего подобного. Амандық сәлем
мүлдем жасамаймын. Все, болды. Тең права деп айттым ғой. Сосын бүгіннен бастап, между прочим, анау бота тірсек секретарь машинисткаңмен сайран салуды қоясың. Әйтпесе мен де анау бір бурасанды былай секретарь машинист тауып алам. Құдайға шүкір, бір кісідей фигурамыз, түріміз бар. Паровоздың машинесі ме? Мейлі ғой кімнің машинасы болса да. Арақ ішесің. Сосын бүгінен бастап, осыдан сен ішетін болсаң, мына мен де ішем. Неге? Неге ішесің? Сен неге ішесің? Ішем. Давай сен, кончай, сен ішпе. Мен ішем, давай сен. Сен кейін заман түзелгенде, сонда іш, сонда может екеуін қосып ішін. Пока мен іше тұрайын. Ішем деген соң ішем. Сен өйстіп ішетін болсаң, мен де ішем, мен неге ішпеймін. Әй, ішсем сенің арағын емес, анау елдің арағы ғой, саған жалко, что ли? Оны іше бер. Тағы не істейсің? Бері қара. Сосын анау үйдің ордеріне бар ғой. Екі фамилияны жазамыз бүгіннен бастап. Тең права. Айттым, все. Неге? Сол, а вдруг арамыздан ала мысық өтіп жазатайым болып кетсе деген сөз. Ой, рахат болар едесіз. Онда қалай жазып қоямыз ба? Онда жазып қояқшында да. Көбейсік, сен бар ғой мені ойнап тұр деп ойлама. Мен қалжындап тұрған жоқпын. Мен на полном серьезе. Все. Болды ма? Бүгіннен бастап тең права. Қонаққа барған кезде шаңырақ иесі біз ғой деп тайрандамайсың, айналайын. Білдің бе? Тең права. Көндік. Сен ішсен, мен де ішем. Болды. Осыдан осы менің айтқанымды сен жасамайтын болса, ана жерге, ана есіктің алдына сумкаңа труси майкаңды толтырам да, үйден тайдырам да жіберем. Үйді бөлем де тайдырам да жіберем. Труси майкадан басқа іштерді бұйырмайды екен. Түк бұйырмайды саған. Все. Болды ма? Ой, басым ауырып кетті. Сондай басым ауырып кетті. Ой, басымның сақинасы кейде бір ұстап қалатыны бар, бар ғой сондай. Ай, көбейсік, бері қара. Анау қарлығаш бар ғой, қарлығаш. Анау Араб Эмиратынан келіпті. Мен соған барып бір 5 минутқа кіріп, шай-пай ішіп шығайын. 5-ақ минут қой? 5-ақ минутқа кіріп, шай ішіп келейін. Бірақ сен анау газдағы сорпаны әр жарты сағат сайын сапырып. Оқтың ба? Сен 5-ақ минутқа барасың? Мен 5-ақ минутқа барып келесің, жарты сағат сайын сапырып. Басың ауырып кетті, құрсын. Сен 5 минут... Мен Есіңдер ме? Осы орталарында шалдар бар ма? Отыр екен ғой, әйнәләй, отыр ән, сақалын сәпсейді, отыр ғой, әйнәләй. Дүниенің бәрін білдірген осы шалдар ғой. Дүниенің бәрін білдірген осы шалдар ғой. Кезінде қос-қостан қатын алған осылар ғой, осылар білдіңдер ме? Біреу тоқал, біреу бәйімше деп, қарап жүрмес сосын әйелдерге арнап мақал шығарады ғой. Қатын қайраттанса қазан қайнатады. Иә, қайнатады. Миыңды қайнатып жібереді қазір, білдіңіз бе? Байтал шауып бәйге алмайды. Яғни шауып бәйге алмайды. Біресе қазір бәйге тұрмақ, біресе шетеліңде, біресе арағыңда, біресе түрсеңде жүреді қазір, білдіңіз бе? Яғни кетті. 5-ақ минутке кетті. Мен әр жарты сағат сайын сорпа сапырып отырам. Дүниенің бәрін бүлдірген сіздер. Аналар бізден соның өшін алып жатыр, білдіңіз бе?